Кіріспе, бүйрек денсаулығы неге маңызды? Бүгін біз бүкіл әлемде жылдан жылға көп адамды мазалап келе жатқан маңызды тақырыпқа тоқталамыз. Бүйрек денсаулығы. Қазіргі таңда созылмалы бүйрек ауруы СКД және бүйрек жетіспеушілігі сияқты мәселелер жиілеп барады. Бұл жағдай алаңдатарлық, өйткені көбірек адамға гемодиализ сияқты емдер қажет болып жатыр. Бұл ем ағзадағы зиянды қалдықтар мен артық сұйықтықты қаннан шығару үшін жасалады. Мұндай ем күнделікті өмірге кедергі келтіріп қана қоймай, денсаулық сақтау жүйесіне үлкен салмақ түсіреді. Мұның басты себептері дұрыс тамақтанбау, қозғалыстың аздығы, қант диабетінің және гипертонияның, жоғары қан қысымының көбеюі. Бірақ жақсы жаңалық бар. Көптеген адамдар табиғи жолмен бүйрек қызметін жақсартуға және ауыр аурулардың алдын алуға талпына бастады. Бұл бағытта ерекше әсер ететін кейбір жемістер бар. Олар бүйректі табиғи жолмен тазартып, ағзаны зиянды заттардан арылтуға көмектеседі. Бұл жемістер құрамында маңызды дәрумендер, күшті антиоксиданттар және мол ылғал бар. Олар ағзаны тазалап, қабынуда азайтып, зәр шығару жүйесінің саулығын жақсартады. Соның нәтижесінде бүйрек жақсы жұмыс істейді және диализге мұқтаж болу қаупі азаяды. Бүгінгі видеода біз сіздерге бүйректі тазартуда ерекше әсері бар үздік 3 жемісті таныстырамыз. Бұл жемістер тек дәнді ғана емес, сонымен қатар бүйрек денсаулығын жақсартатын керемет қасиеттерге ие. Көптеген зерттеулер олардың бүйрекке тигізетін оң әсерін дәлелдеген. Олардың пайдасы зор. Бүйрек тастарының пайда болу қаутын азайтады, зәр шығару жүйесін жақсартады және ағзаны улы заттардан тиімді тазалайды. Бұл тек ғалымдардың пікірі емес, бүйрек саулығын айтарлықтай жақсартқанын өз тәжірибесінде көрген адамдар да көп. Ғылыми зерттеулер мен нақты өмірдегі мысалдар бірігіп, осы жемістерді күнделікті ас мәзіріңізге қосуға нақты себеп береді. Сол арқылы сіз өз денсаулығыңыз үшін табиғи әрі күшті таңдау жасайсыз. Бүйрегіңізді нығайтып, диализден алшақ боласыз. Егер сіз осы жемістердің бүйрекке тигізер пайдасын білгіңіз келсе, соңына дейін бірге болыңыз. Ал егер видео пайдалы болса, лайк басып, Нұреке доктор арнасына жазылыңыз. Сізге осындай денсаулыққа қатысты пайдалы кеңестерді ұсынуды жалғастырамыз. Бүйректің ағзадағы рөлі және неге ол зақымданады? Бүйрек біздің денеміздегі ең маңызды ағзалардың бірі. Ол қандағы зиянды қалдықтарды мен артық сұйықтықты сүзгіден өткізіп, зәр арқылы ағзадан шығарып отырады. Бүйрек пішінімен де ерекше, бұршаққа ұқсас, және ол омыртқаның екі жағында қабырғаның астында орналасқан. Бұл кішкентай ғана ағзалар электролит тепе-теңдігін сақтайды, қан қысымын реттейді, ағзадағы қышқыл сілті тепе-теңдігін басқарады және өмірге қажет гормондар өндіреді. Сол гормондар қан қысымын тұрақтандырады, қан түйіршіктерін көбейтеді, сүйектердің беріктігін сақтайды. Бірақ өкінішке қарай бүйрек көптеген созылмалы ауруларға бейім. Бүйрекке зиян келтіретін негізгі себептер: қант диабеті және жоғары қан қысымы. Бүйректі зақымдайтын басты екі жау. Қант диабеті кезінде қандағы қант мөлшері тым жоғарылайды. Бұл бүйректегі ұсақ тамырларды зақымдап, қанды сүзу қабілетін әлсіретеді. Ал ұзаққа созылған жоғары қысым, гипертония, бүйректегі артерияларды тарылтып, әлсіретіп, қатайтады. Соның салдарынан қан айналымы төмендеп, бүйрек жасушаларына қажетті оттек жетпей қалады. Сонымен қатар, бүйрекке қауіп төндіретін басқа да факторлар бар. Зәр жолдарының инфекциясы, цистит, пиелонефрит, бүйрек тастары. Кейбір дәрілерді ұзақ уақыт қолдану, әсіресе ауырсынуға қарсы дәрілер. Тағы бір үлкен мәселе өмір салтымыз.
дұрыс тамақтанбау, темекі шегу, қимылсыз өмір сүру. Мұның бәрі бүйрекке баяу, бірақ қатты зиян тигізеді. Бүйрек үндемейтін ағза. Ол ауырғанын соңғы сәтке дейін білдірмейді. Сондықтан оны қорғау үшін уақытында әрекет ету өте маңызды. Дұрыс тамақтану, үнемі қозғалыста болу және ағзаны уыттардан тазарту бүйрек саулығының басты кілті. 3 бөлім. Бүйректі тазарту не үшін қажет және ол қалай жүреді? Бүйректі тазарту бұл ағзадағы зиянды токсиндер мен қалдықтарды шығарып, бүйректің өз жұмысын тиімді атқаруына мүмкіндік беру. Бүйрек біздің табиғи сүзгіміз. Ол қанды тазартады, денедегі сұйықтық тепе-теңдігін сақтайды, электролиттерді натрий, калий, кальций сияқты реттейді және ағзаға қажетті гормондар бөледі. Егер бүйрек дұрыс тазаланбаса, онда токсиндер ағзада жиналады, бүйректің сүзу қабілеті төмендейді, созылмалы бүйрек ауруы немесе бүйрек тастары пайда болуы мүмкін. Сондықтан бүйректі уақытылы тазарту өте маңызды. Бүйректі табиғи жолмен тазартуға көмектесетін жемістер. Кейбір жемістердің ерекше қасиеті бар. Олар антиоксиданттарға, дәрумендерге және пайдалы табиғи заттарға өте бай. Бұл жемістер бүйрекке 3 түрлі жолмен көмектеседі. Уыттарды шығарады, қабынуды азайтады, зәр шығару жүйесін жақсартады. Кейбір жемістердің құрамында табиғи диуретиктер бар, яғни олар зәрдің бөлінуін күшейтіп, токсиндердің тез шығуына көмектеседі. Басқа жемістердің құрамындағы антиоксиданттар болса, бүйректі қышқылдану мен ерте қартаюдан қорғайды. Бүйректің жұмысына біздің тамақтану әдетіміз тікелей әсер етеді. Бір тағам оны нығайтса, екіншісі әлсіретеді. Сондықтан бүйрекке пайдалы табиғи өнімдерді таңдап, зиянды майлы, тұзды тағамдардан бас тарту бүйрек саулығын сақтаудың ең тиімді жолы. Осы мақсатта табиғи түрде ағзаны тазартып, бүйрекке пайда келетін бірнеше жеміс ерекше көзге түседі. Оларды күнделікті тағамыңызға қосу бүйрек жұмысына үлкен көмек береді. Ал енді бауыржан, келесі бөлімге өтейік. Онда біз бүйрек тазартуға арналған бірінші жеміс мүкжидек, крэмбери жайлы толық айтамыз. 4 бөлім. Бірінші жеміс. Мүкжидек. Бүйрек тазартуға арналған ең алғашқы табиғи жемісіміз мүкжидек. Бұл кішкентай ғана қышқыл жеміс, нағыз дәрумен мен антиоксидант қоймасы. Оның құрамында С, Е және К дәрумендері, тағамдық талшықтар және қуатты антиоксиданттар өте көп. Мүкжидек бүйрекке ғана емес, ағзаның жалпы саулығына да ерекше пайдалы. Мүкжидектің ерекше құразы мен әсері, мүкжидектің құрамындағы табиғи заттар бүйрек үшін өте маңызды. Бұл заттар табиғи антиоксиданттар. Олар зиянды бактериялардың зәр шығару жолдарының қабырғасына жабысып алуына жол бермейді. Бұл өте маңызды, себебі дәл осы бактериялар жиі зәр жолы инфекциясын тудырады. Егер мұндай инфекциялар жиі қайталанса, ол бүйрекке тұрақты зақым келтіруі мүмкін. Сонымен қатар, мүкжидек бүйрек тастарының пайда болуына жол бермейтін табиғи қорғаныс заты болып саналады. Мүкжидектегі антиоксиданттар еркін радикалдарды бейтараптандырады, қабынуды азайтады және бүйректің уытсыздандыру қызметін күшейтеді. Ғылыми дәлелдер. Ғылыми зерттеулер мүкжидектің зәр шығару және бүйрек саулығына тигізетін оң әсерін нақты дәлелдеген. Мысалы, зерттеу нәтижелері бойынша мүкжидек өнімдерін тұтыну зәр жолы инфекцияларының жиілігін айтарлықтай азайтады, әсіресе әйел адамдар арасында. Сондай-ақ басқа зерттеулер мүкжидек шырынын ішу қайталанатын инфекциялардың алдын алуда тиімді екенін көрсеткен. Қалай тұтынуға болады? Мүкжидекті күнделікті ас мәзіріңізге қосу өте оңай.
Салаттарға жаңа немесе кептірілген мүгжидек қосыңыз. Смузи мен шырындарға араластырып ішіңіз. Егер шырын ішсеңіз, қантсыз түрін таңдаңыз. Тәтті тағамдарға, мысалы кекстер мен тоқаштарға аздап мүгжидек қосуға болады. Мүгжидек сусынының рецепті. Құрамы: 1 кесе жаңа немесе мұздатылған мүгжидек, 1 банан, 1 кесе қою айран немесе йогурт, жарты кесе апельсин шырыны, 1 ас қасық бал, қаласаңыз, және мұз текшелері. Дайындау тәсілі: барлығын блендерге салып, кегіс, қою құрылым алғанша араластырыңыз. Дәміңізге қарай аздап бал немесе мұз қосуға болады. Нәтижесінде сіз бүйрекке жеңіл, сергітетін, пайдалы сусын аласыз. Мүгжидекті күнделікті өміріңізге қосу бүйрек саулығын табиғи жолмен жақсартудың ең қарапайым әрі дәмді тәсілі. 5-ші бөлім. 2-ші жеміс. Қарбыз. Қарбыз жаздың ең сүйікті әрі бүйрекке ең пайдалы жемістерінің бірі. Ол тек шөлді қандырып қана қоймай, ағзаны табиғи түрде тазартады. Қарбыздың 92% таза су. Сондықтан ол бүйректі жуып шаюға, яғни зәрді көп шығарып, токсиндерді тез шығару процесін күшейтуге көмектеседі. Қарбыздың бүйрекке пайдасы: артық тұзды шығарады. Қарбыз құрамындағы көп су мен калий элементі ағзадағы артық тұз бен сұйықтықты шығарып, бүйрекке түсетін ауыртпалықты азайтады. Бүйрек тастарының алдын алады. Қарбыз зәрдің мөлшерін көбейтеді. Сол арқылы тұздың жиналуына жол бермейді. Бұл бүйрек тастарының табиғи түрде алдын алу тәсілі. Қабынуды басады. Қарбыз құрамындағы табиғи антиоксиданттар мен ликопен заты ағзадағы қабынуды азайтып, бүйрек жасушаларын қорғайды. Денедегі сұйықтық тепе-теңдігін сақтайды. Қарбыз тек бүйрекке ғана емес, жүрек пен қан тамырлар жүйесіне де пайдалы. Қалай дұрыс тұтыну керек? Қарбызды таңертең немесе түсте жеу пайдалырақ, өйткені ол зәр айдайтын әсер береді. Тамақтан кейін бірден жеуге болмайды, себебі ас қорытуға кедергі келтіруі мүмкін. Қант диабеті немесе асқазан ауруы бар адамдар мөлшерін шектегені дұрыс. Күн ыстықта 1-2 тілім қарбыз жеу ағзаны суық сусыннан да жақсырақ сергітеді және бүйрекке тамаша демалыс береді. Қарбыз бен жалбыз сусыны. Құрамы: 2 тілім қарбыз, бірнеше жапырақ жалбыз, жарты стақан салқын су, 1 шай қасық бал. Дайындау тәсілі: барлығын блендерге салып араластырыңыз. Мұз қосып ішсеңіз, өте сергітетін, табиғи сусын дайын болады. Қарбыз табиғи диуретик, яғни зәр айдайтын тағам. Ол ағзадағы зиянды қалдықтарды шығаруға, бүйректің жұмысын жеңілдетуге көмектеседі. Сондықтан жаз мезгілінде қарбызды жиі тұтыну бүйрекке жасалатын ең дәмді күтім деуге болады. 6-шы бөлім. 3-ші жеміс. Лимон. Лимон бүйректі табиғи жолмен тазартып, бүйрек тастарының түзілуіне жол бермейтін ең тиімді жемістердің бірі. Бұл қышқыл жеміс ағзаға керемет сергіткіш әсер беріп қана қоймай, бүйректің табиғи сүзу қабілетін күшейтеді. Лимонның бүйрекке әсері тастардың пайда болуына жол бермейді. Лимон құрамындағы лимон қышқылы бүйректе кальций мен басқа минералдардың шөгінді түрінде жиналуына тосқауыл болады. Бұл тастардың түзілуін тоқтататын табиғи қорғаныс. Зәрдің сілтілі ортасын арттырады. Лимон қышқылы ағзадағы қышқылдықты теңестіріп, зәрдің құрамын жақсартады. Соның арқасында бүйрек тиімді жұмыс істейді және қабыну қаупі төмендейді. Токсиндерді шығарады. Лимон зәр айдайтын әсерге ие, яғни ағзадан артық сұйықтық пен қалдық заттарды шығарып, қам айналымын жеңілдетеді. Иммунитетті күшейтеді. Лимондағы С дәрумені ағзаны қабынудан, вирустардан және бос радикалдардан қорғайтын күшті антиоксидант. Қалай тұтынуға болады лимонды күнделікті өмірге қосу? Өте оңай. Таңертең аш қарынға жылы суға жарты лимонның шырынын қосып ішіңіз. Бұл ағзаны оятып,
бүйректі тазартуды бастайды. Асқа қосымша ретінде салаттарға, балыққа немесе көкөністерге бірнеше тамшы лимон шырынын тамызыңыз. Лимон қосылған жылы суды күніне 2 рет ішсеңіз, ағзаңызда жиналған тұздар мен уыттар табиғи жолмен шыға бастайды. Лимонды балмен қолдану. Құрамы: жарты лимонның шырыны, 1 ас қасық бал және 1 стакан жылы су. Дайындау тәсілі: барлығын араластырып таңертең және кешке ішіңіз. Бұл қоспа бүйректі жұмсақ тазалайды, ас қорытуға да пайдалы. 4-ші жеміс — алма. Алма қарапайым болса да денсаулыққа өте пайдалы жеміс. Ол бүйрек жұмысын жақсартып, ағзадағы улы заттарды шығару процесін күшейтеді. Алманың құрамында пектин, талшықтар мен түрлі дәрумендер бар. Бұл заттар ағзаны артық сұйықтық пен зиянды тұздардан табиғи жолмен тазартуға көмектеседі. Алманың бүйрекке пайдасы. Тұз бен ауыр металдарды шығарады. Алманың құрамындағы пектин атты табиғи талшық ағзадағы зиянды заттарды өзіне тартып, оларды зәр арқылы шығарып тастайды. Қабынуды азайтады. Алманың қабығында және етті бөлігінде қабынуға қарсы әсер ететін табиғи заттар бар. Бұл бүйрек пен зәр шығару жолдарының саулығын сақтайды. Холестерин деңгейін төмендетеді. Алманы үнемі тұтыну қан айналымды жақсартып, бүйрекке түсетін қысымды азайтады. Ағзаны жалпы тазалайды. Алма зәр айдайтын жеңіл әсер береді. Сол арқылы артық сұйықтықты шығарып, денедегі ісіктердің пайда болуына жол бермейді. Қалай тұтынуға болады? Күніне 1-2 алма жеу жеткілікті. Алманы қабығымен бірге жеген пайдалырақ. Себебі дәрумен мен антиоксидант көбіне қабықта шоғырланған. Алмадан табиғи шырын жасап ішуге де болады, бірақ оған қант қоспаған жөн. Кейде алманы қайнатып немесе пеште пісіріп жесеңіз де бүйрекке жұмсақ әсер етеді. Алмалы жылы сусын. Құрамы: 1 алма, 1 шай қасық бал, 1 шымшым даршын, 1 стакан жылы су. Дайындау тәсілі: алманы сақтап турап, жылы суға салып 5 минут тұндырыңыз. Кейін бал мен даршын қосып ішіңіз. Бұл сусын бүйректі тазартады және суық күндері ағзаны жылытады. Алма кез келген адамның күнделікті рационында болуы керек жеміс. Ол табиғи тазартқыш рөлін атқарады және бүйректің жұмысын жеңілдетеді. Бір сөзбен айтқанда, күніне 1 алма дәрігерді алыстатады деген сөз